Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге ашық сабақ кезінде қолдануға болатын жұптық жұмыстың бір тәсілін көрсеткелі отырмын. Жүгіруші мен күтуші тәсілі. Алдымен өтілген тақырыптардың барлығын түсіндіріп алғаннан кейін, енді мақсатқа қарай жұптық жұмыс ұйымдастырасыз. Мысалы, мен үстеу тақырыбына 3 сөйлем тақтаға 3 стикерге жазып осылай іліп қоясыз. Сосын жұптардың біреуі жүгіріп барады. 1 деген жердегі бірінші стикердегі бірінші сөйлемді айтады. Келіп жұбына айтады, оны жанында отырған жұбы жазады. Сосын олар ауысады. Екінші оқушы барып екінші сөйлемді оқып келеді. Жаңағы жанындағы балаға айтады, ол екінші сөйлемді жазады. Тағы да үшінші сөйлемді де осылай жүгіріп барып келіп айтады, күтуші оны жазады. Немесе 3 сөйлемді де бірінші бала ерекше білімді қажет ететін, жазғысы келмейтін балалар болады ғой. Олар тек жүгіруші, анау күтуші тек жазушы болса, екеуі бірігіп жастаса болады. Енді әрі қарай осы сөйлемдердегі үстеулерді тауып астын сызыңдар. Ол үстеулер қандай үстеу екендігін айтыңдар, сұрақ қойыңдар деген тапсырмамен жалғастыруға болады. Дескрипторды өзіңіз тапсырмаңызға қарай дескриптор құрып бере бересіз. Қанша балл бересіз, ол сіздің дескрипторыңызға байланысты болады.